Ассалаумағалейкум достар, баршаңызға сәлем. Қалдарыңыз қалай достар? Астанада күн жылып, көктем келе бастады. Ал біз бұл жолға жүрген көліктердің бағасын түсіретін боламыз. Бізбен бірге болыңыздар, видеоның соңына дейін көріңіздер. Ал біз бастадық. Kia Rio ақ түсті поворотника, яғни Kia Rio 2013 жылға 115 мың километр жүрген екен. Алдыңғы жетекті 1.6 автомат, бензинмен жүреді. 4 миллион 790 мың теңге. Іші матадан жасалған, жүргізуші кішкене ескірген, бірақ жолаушыларға қатты ескірмеген. Ақ түстісі 4 миллион 790 мың. Mazda қызыл түсті 2014 жылғы екен. 2014 жылғы көлік. Mazda 6, қозғалтқыш көлемі 2.5, 101 мың километр жүрген. Алдыңғы жетекті бензинмен жүреді. Бағасы 7 миллион 50 мың теңге. Іші кожадан жасалған бұлғардан. Жалпы жағдайы жаман емес, қызыл түстісі. Титанды диск орнатылған. Дәл қасында Hyundai Elantra'ның сонда қызыл түстісі тұр екен. Hyundai Elantra 2018 жылғы, қозғалтқыш көлемі 1.6 автомат, 67 мың километр жүрген екен. Алдыңғы жетекті бензинмен жүреді. Іші матадан жасалған, қатты ескірмеген. Бағасы 7 миллион 840 мың теңге. Достар, екеуі де қызыл түсті көлік екен. Дау шамамен 7 миллион тұрады, 7 миллион 800 мың тұрады екен. Қайсысын таңдайтын едіңіздер? Менің ойымша мынау Mazda сәл жалпақтау, кішкене комфорт көбірек береді. Audi автокөлігі сырты сұр түсті, қара сұр түсті. 2014 жылғы A6 автомат, қозғалтқыш көлемі 2.0, 80 мың 600 километр жүрген екен. Алдыңғы жетекті бағасы 9 миллион 990 теңге. Іші бұлғардан жасалған. Жалпы жағдайы жақсы, өте жақсы жағдайда. Келесі көлік бізде Renault Logan 2019 жылғы екен, свежий екен көрініп бір көлік. Қозғалтқыш көлемі 1.6, 41 мың километр жүрген. Алдыңғы жетекті бензинмен жүреді, механикада. Бағасы 4 миллион 990 мың теңге. Көліктің іші жақсы жағдайда. Toyota Camry 55 55-ка. Титанды диск, өзінің дискілері. Көліктің іші кожадан жасалған, яғни комплектация жаман емес. 2016 жылғы 2.5 автомат, 44 мың километр жүрген шамамен. Алдыңғы жетекті. Бағасы 12 миллион 990 мың теңге. Бұл көліктің бағасы... да? Келесі көлік бізде Kia Ceed. Ақ түсті. Іші матадан жасалған, жағдайы қатты ескірмеген. Көлік 2014 жылғы 1.6 автомат, 90 мың километр жүрген екен. Алдыңғы жетекті бензинмен жүреді. 6 миллион 300 мың теңге. Ақ түсті екен. Келесі көлік бізде Mercedes, яғни 222-ның формасына қатты ұқсайды, бірақ қысқасы. Яғни бұл C-класс 180. Көлік 2018 жылғы 1.6 қозғалтқыш көлемі автомат, 74 мың 500 километр жүрген екен. Артқы жетекті бензинмен жүреді. Бағасы 12 миллион теңге, 11 миллион 990 мың теңге. Іші матадан жасалған.
Негізі дизайны бойынша өте әдемі көліктер қатарына жатады. Chevrolet Aveo қоңыр түсті екен. 2014 жылғы автомат 1.6 қозғалтқыштың көлемі 52.700 км жүрген, алдыңғы жетекті бензинмен жүреді. Бағасы 4.290.000 теңге. Іші матадан жасалған, қатты ескірмеген. Яғни арқасы мынадай. Келесі көлік Hyundai Solaris. Ерекше түсті. 2015 жылғы екен, автомат 1.4, 97.000 км жүрген екен. Іші матадан жасалған, қатты ескірмеген. Бағасы 5.350.000 теңге. Автомат. Solaris, яғни Россиядағы базарларда, яғни Россияның рынкында жүретін көлік. Бізде акцент болса, бұл жақта Solaris. Тағы да бір Chevrolet Aveo. Автомат 1.6, іші матадан жасалған, қатты ескірмеген, 89.000 км жүрген, бағасы 3.590.000 теңге. Жай диск орнатылған, бетіне қалпақ кигізілген. Арқасы мынадай. Седан. Hyundai Elantra титанды диск. 1.6, қозғалтқыштың көлемі 139.800 км жүрген, алдыңғы жетекті бензинмен жүреді, бағасы 5.990.000 теңге. Іші матадан жасалған, қара түсті. Яғни, достар, Ford Fiesta деген көлікке қызатындар бар ма? Яғни, Ford'тың көліктері. Ар жақта көріп жатырық көліктер. Көліктің іші матадан жасалған, жағдайы қатты ескірмеген. Көлік 2014 жылғы 1.6 автомат, 96.000 км жүрген, алдыңғы жетекті бензинмен жүреді, 4.490.000 теңге. Сорт түсті. Hyundai Accent. Ақ түсті. Кішкене оңғары кейіп. Байлығы көрсесін көрек. Көлік матадан жасалған, салоны жүргізуші кішкене ескірген. Механикада. Қозғалтқыштың көлемі 1.4, 120.000 км жүрген, алдыңғы жетекті бензинмен жүреді. 2015 жылғы 3.490.000 теңге. Көліктің бағасы. Hyundai Elantra. Ақ түстісі. Іші қоңыр түсті былғардан жасатылған. 1.6 механика, 131.000 км жеткен, алдыңғы жетекті бензинмен жүреді, 4.690.000 теңге. 6 скорость, 6 жылдамдығы бар екен. Көріктің кішкене іші ескірген көрініп тұр. Жалпы 4.690.000 теңгеге. Шкода Октавия 2013 жылғы механикада, қозғалтқыштың көлемі 1.2, 187.000 км жүрген екен, алдыңғы жетекті титанды диск орнатылған, іші матадан жасалған, қатты ескірмеген, бағасы 4.190.000 теңге. Яғни механикада 5 скорость. 5 жылдамдықта. Тағы да бір Hyundai Elantra 2015 жылға автомат екен. 151.000 км жүрген, бағасы 5.790.000 теңге. Кішкене қымбаттау екен. Қысқы баллондарда, яғни шиповый тағаланған баллондар орнатылған. Яғни Mazda ақ түстісі 2014 жылғы екен көлік. Іші жақсы жағдайда. Mazda 3 1.6 автомат, 124.000 км жүрген екен, алдыңғы жетекті, бағасы 5.990.000 теңге. Көліктің арқасы мынадай. Келесі көлік бізде Hyundai i30, яғни өте әдемі дисктерде.
Қызыл түсті, үсті ақ. Панорама ма? Қателеспесем. Панорама. Панорама. Көліктің іші кожадан жасалған, яғни Былғарыдан 83.000 километр жүрген. 1.6 автомат, алдыңғы жетекті, бағасы 6.410.000 теңге. Мынау көлік бізде Lada Largus. 2017 жылғы екен. Қозғалтқыш көлемі 1.6 механикада. Жай баллондар орнатылған. Спетный қалпақ кигізілген, үстінде рейлингтары бар, яғни жүк тасығышы. Арқасы мынадай. Көлік 125.000 километр жүрген екен, алдыңғы жетекті, бағасы 3.450.000 теңге. Іші қатты ескірмеген, 5 скорості. Келесі көлік бізде Renault Sandero 2014 жылғы, көк түсті. Жай баллондар орнатылған, бетіне қалпақ кигізілген. 2014 жылғы 235.000 километр жүрген, қозғалтқыш көлемі 1.6 механика, алдыңғы жетекті, бензинмен жүреді, бағасы 3.120.000 теңге. Кішкене скорость ауыстыратын тартпаға қарайтын болсақ, қатты ескірген көлік. 230.000 километр жүргені көрініп тұр. Алдында мынандай антеннасы орнатылған. Ал біздегі келесі көлік Chevrolet Aveo. Кішкене мына жерлері сайын етіп. Алдыңғы капотының, алдынан удар болуы мүмкін. Көлік седан екен, яғни 2015 жылғы көлік 113.700 км жүрген, қозғалтқыш көлемі 1.6 автомат, алдыңғы жетекті, бензинмен жүреді, бағасы 3.490.000 теңге. Іші матадан жасалған. Титанды диск. Достар, осымен шығарылымымыз тәмаммен жетті. Лайк басып, достарыңызбен бөлісіп, каналға жазылуды ұмытпаңыздар. Ал біз сіздермен қоштаспаймыз, келесі кездескенше аман сау болыңыздар. Баршаңызға